сіздер қалу үшін мен сіздермен қазір жұмыс жасаймын. Жанымда көңіл-күйді қалыптастыру тақырыбында сіздерге жұмыс жасағым келіп тұр. Ол үшін бәріміз орнымызға тұрайық, ортаға жиналайық. Сабақ бастауға дайынбыз ба? Көңіл-күйіміз жақсы ма, жалпы балалар? Жақсы. Серік сәтінен бастаймыз, көңіл-күйімізді қалыпқа келтіру үшін, өзімізді серікке көңілді жұмыс жасау үшін жаттығу жасайық. Бірінші, мен қазір сурет көрсетемін. Егер алақан көрсетсем, шапалақты 3 рет шапалақтаймыз. Күнді көрсетсем, қолымызды жоғары бұлғаймыз. Ал смайликті көрсетсем, бір-бірімізге қарап, күлімсірейміз. Жарайды ма? Жақсы. Жарайды ма, балалар? Соңғысы көршімізге қарап күлімсірейміз. Жақсы. Бұл серік сәтінен басталды. Орнымызға отыра қойайық. Кішкене балалар, мен сіздерге теориялық тұрғыда көңіл-күй деген не, адамға қалай әсер етіп мәлімет беріп кетейін. Жалпы балалар, сіздерден сұрақ, адам көңілді болған кезде оның көңіл-күйі қандай болады? Кім айтады? Тағы да тамаша болады, қуанышты болады. Ал көңіл-күйі жоқ, көңілсіз болған адамның көңіл-күйі қандай болады? Ашулы. Жақсы, осы көңіл-күйдің денсаулыққа әсері бар ма? Тигізе ме? Қандай әсері бар? Кім айтады? Қандай әсері бар? Қандай адам қалай болады? Денсаулыққа көңіл-күйі жоқ болған мазасыздан қандай болады? Тағы да. Аслан? Ренжіп, тағы да. Ашулы болып, не істейді? Оған әсер етеді ме денсаулығына? Не істейді әсер етпейді? Ренжиді. Қай жағын әсер етеді? Басы, тағы да. Оның ішкі құрылысына да әсер етеді. Жақсы, алға ішкі табамызды. Көңіл-күй бұл адамның айнасы кен. Бет әлпет арқылы адамдардың қандай күйде тұр? Қуанышты ма, мұңлы ма, ашулы ма? Жалпы көңіл-күй дегеніміз, балалар, адамның ой санасына, жасаған қызметіне, жұмысына, адамдармен қарым-қатынасына байланысты әсер ететін эмоционалдық жағдай. Бұл қалай болады эмоционалдық жағдай? Мысалға, адамның көңіл-күйі болмайды ғой. Көңіл-күй арқылы адам өзінің эмоциясын сыртқа шығарады. Эмоция дегеніміз не? Ол аяқ астынан пайда болады. Мысалға, бір жақсы жаңалықты естиміз, біз не істейміз? Қуанышты. Ал бір ренжиміз не істейміз? Шығара береміз ғой, ал жақсы хабар естігенімізде жылаймыз, Бұл не деген сөз? Яғни эмоцияны. Біз көңіл-күй арқылы эмоциямызды сыртқа шығарып жатырмыз. Яғни көңіл-күйден ары қарай эмоция пайда болады екен. Жақсы. Көтеріңкі көңіл-күй адамға күш-қуат, сергек береді екен. Ал көңіл-күйсіз жүрген адамдарға бұл не істейді? Мұңды адамдар жабырқата жібереді екен. Жалпында көңіл-күй адамның өмірге деген қатынасын сипаттайды екен. Бір ғана сіздермен қарапайым мысалды түсіндірейін. Мысалға, адамдардың отбасында психологиялық ахуалы жақсы болса, қызметінде жұмысы жақсы, ынтымақты болса, отбасында балалармен бәрі жайдарман жақсы болса, ол адамның көңіл-күйі жоғары көтеріңкі болады. Ал егер де көңіл-күйі жоқ, отбасында ахуал дұрыс емес болса, бір жері ауырады, денсаулығының ахуалы болса, ол адамның көңіл-күйі төмен, яғни көңілсіз болады. Тағы да бір мысал, егер сіздің алға қойған мақсатыңыз, армандарыңыз, бір жоспарлаған ісіңіз, ертеңмен қыдыратын Алматыға барып, немесе бір жоспарлап саяхатқа шықсаңыз, сіз қандай боласыз? Көңіл-күйіңіз көтеріңкі. Ал егер жоспарларыңыз орындалмай қалып, болмай қалып, немесе бара алмай қалып, немесе мақсаттарды орындалмағанса, біз не істейміз? Не түсіндік пе, балалар? Яғни көңіл-күй ерік-жігері мықты адам, өмірде, рухани өмірде бай адам, өзіне өмірдің идеясында сенімді адамдар өмірде ешқашанда қандай жағдай болмасын, қиыншылық болмасын, үнемі өздерінің көңілді серік ұстайды. Неге? Өткен жаңа айттым ғой, ол денсаулыққа байланысты. Сондықтан да біз өзіміздің көңіл-күйімізді ұстап жүру өзіміздің қолымызда. Сондықтан да барлығымыз өмірде көңілді болып, күліп жүрейік деп келеді. Жалпы теориялық бөлімде осы теориялық бөлімді біз балалар практикамен ұштастырамыз. Енді арқылы жаттығу жасау арқылы өзіміздің көңіл-күйімізді көтеру. Бірінші жаттығу болады, болмайды деп аталады. Мен сіздерге қазір бір сөйлем айтсам, егер сол сөйлем дұрыс болса, қолыңызды шапалақтап иә. Егер дұрыс сөйлем айтпасам, сіздер аяқты кішкене жайлы қабылдатып жоқ дейсіздер. Түсіндік қой? Ал кеттік ондай болса. Қасқыр орманда жүреді. Қазанда тамақ пісіп жатыр. Қасқыр үйдің шатырының төбесінде жүр. Асылым сабақты нашар оқиды. Кімізде Асылым? Асылым кімізде?
жақсы көремін. Бәріміз жақсы көреміз ғой? Жақсы. Келесі, кім көшбасшы дейміз? Сыртқа бейбарыс шыға ғой. Біздің міндетіміз қосылар. Ортаға кіріп. Қазір бір ән қосылады, музыка. Сіздер ортадан бір көшбасшы жасайды. Кім болады? Аслым. Сен әртүрлі қимыл жасап, билетесің. Ал сіздер міндеттеріңіз Аслымға еріп, бірақ қарамайсыздар. Соның қимыл жасайсыздар. Сырттан келген бейбарыс ішінде кімнің көшбасшы екенін тауып алу керек. Түсінікті ме? Түсінікті ме? Әртүрлі қимылдар жасайсың, орнында тұра бересің. Жақсы, бейбарыс кіре ал. Ал бастаймыз. Бейбарыс міндетті ішінде көшбасшыны тауып алу. Қайсы кім көшбасшы? Бейбарыс қайда ол? Ортаға тұра ал. Қарап, анықтап тауып ал. Кім көшбасшы бастады? Дұрыспа бала. Дұрыспа. Қалай білдің бейбарысын? Көзәсен істегенін мына қайталап тұр ғой. Ал сен қаласың байқап қалғандай? Өйткені барлығы бір күннің істеп қайталап жатыр ма? Жақсы. Тағы бір көрейік. Аслым далаға шық. Тез кіре ғой. Музыканы оқып жіберіңіздер. Ортаға жанды шыға ғой. Ал астаға. Келе ғой, Аслым. Аслым сен міндетті көшбасшыны табу ішінде қайсы бастап көшбасшыға еріп тұр? Басқа қимыл. Жақсы қылдырғаныз. Қалай таптың, Нұрилай екен, қалай көшбасшы екен? мына бірінші сет одан кейін алар Бірді байқап қойдың, жақсы. Болды бала. Келесі шарт келесі. Енді атым мен молекула. Қазір мен атым десем, бір қошта шашырап кетесіздер. Молекула десем, екі қошыдан жоқ қорасыздар. Ағза десем, төртеуден жиналасыздар. Ал тіршілік десем, барлығымыз ортаға жиналады. Түсінікті ме? Тұрайық, орнымызға. Молекула. Үшеуі ұзар, іштен болмайды. Атом. Шашырап кетеміз. Бір-бірін шашырап. Ағза. Тіршілік. Атом. Молекула. Ағза. Тіршілік. Жақсы. Дайындасайық орнымызға отырамыз. Бұл атом мен молекула. Жақсы балалар, көтеріп те жатыр ма? Қалай да? Жақсы сеніп жатырмыз да? Әлде ең алмай жатырмыз да? Сынап жатыр ма? Енді балалар, күніміз қалай күледі деген. Мен сіздерге қазір қима суреттермен жұмыс. Екі қатарға бөлініп отырсыздар ғой. Менің оң қанатым және сол қанатымда оқушылар. Екі сурет бердім. Сол суретті, қима суреттерді құрастырасыздар. Сол суреттің артында бүгінгі тақырыпқа байланысты өлең шумақтары жазылған. Соны құрастырып оқисыздар. Кәне, екі топ тұрайық. Ал жұмыс жасаймыз. Қима суреттерді атын жақсырамыз. Және не скотч қастарыңыздар. Жаймен қарасыз. Ауыз ішінден кішкене асыл. Кішкене былай тұрамыз балалар. Кәне, былай.
құрастырғандарыңыз? Мама? Жоқ. Кәне, Жаннұр, қазір көрсетіп оқисың мына топта. Ақ тілек. Ал. Менің оң қанатындағы, кәне, суретін беріп, не қатыр Жаннұр? Кәне, не шума бар оқи қойыз? Қандаймыз, шұғылала таңдаймыз. Жарқыраған күндеміз, ренжіді біз білмейміз. Жақсы. Келесі тақырып келе ғой. Ақ тілек. Ненің суреті? Күннің суреті. Күнді қандай күн? Күлімдеп, жарқырап тұрған күн екен. Кәне, қандай өлең шума қаттыра оқи? Күлкін менен күлейік, тек кел балалар күлейік. Көңілді боп жүрейік, қабақ түйіп не керек? Кел балалар күлейік, күлкі менен түлейік, қабақ түйіп не керек? Көңілді боп жүрейік дейді. Жақсы. Керемет. Балалар, өлең шумақтан не айтылған? Қабақ түймей көңілді, жайдары күннің шуағында жарқырап жүрейік дейді. Келісеміз ба? Өзіміз келеді ма? Өзіміздің қолымыздан келеді ма? Келеді ғой? Жақсы. Онда біз өзіміздің көңіл күйімізді қалыпқа келтіру, көңіл күйде жақсы жүру әр адамның өзінің қолында екен. Сондықтан да өмір біз үнемі көңіл күйге жүруіміз керек, көтерілді. Енді сіздерге балалар психология кеңес беріп кетеді. Көңіл күйді көтерудің құпиясы. Біз көңілсіз болған кезде қалай көңіл күйді көтереміз? Бірінші, азапта таңертең шыққан кезде көңіл күйіміз болмайды ғой. Келе жатқан кезде, алдымыздан досымызды, немесе танысымызды кездестірген кезде демімізді іштеп тартып, деп сыртқа шығару керек. Кәне айтып көрейікші. Жақсы. Екінші, біз көшеде болсын, үйде болсын, өзіміздің жаңағы ренжіген, немесе біреу ренжіткен сәттерді еске алмай, оның есесіне көңілді күндерімізді еске алуымыз керек. Бұл денсаулыққа өте пайдалы. Келесі, біз қандай жағдай болмасын, өзімізді, көңіл күйімізді көтеру үшін демімізді ішке тартып, ха-ха деп айтып көрейікші бәріміз. Ха-ха! Бұл кезде бұл адамның ішінде өкпесіндегі ауа сыртқа шығарады екен де, адамның көңілге бір сәтке тұздап көтеріледі екен. Енді әріптер арқылы жымию деген бар. Ол қалай? Менен не қайталайсыздар? А әрпі, О, Е, У, Ы. Менен не қайталайсыздар? А, О, Е, У, Ы. Біз не істеп жатырмыз? Е деген кезде күлкіміз жиылып жатыр ма? Күліп жатырмыз ба? Яғни әріптер арқылы жымисақ та біздің сәл болса да көңіл күйіміз көтеріледі. Және соңғысы біздің өзіміздің кешкісін жатар кезде ұйықтар алдында жақсы бір көңіл жаңағы естеліктерді еске алып жымиып қана жатуымыз керек екен. Өйткені көңіл күйсіз бір ренжіген сәттерді алып ұйықтайтын болсақ, ертесіне тұрған кезде біздің бойымыз сергек болмай, шаршап, әбіржіп тұрады екен. Сондықтан да біз қай кезде болмас жатар алдында жақсы көңіл күйде жатуымыз керек екен. Түсінікті ме балалар? Түсінікті. Олай болса, мен сіздерден бүгінгі жұмыс жасағандықтан сіздерден кері байланыс алуым керек, рефлексия. Сондықтан да бүгінгі жұмыс сіздерге қалай өтті, қалай ұнады, мен соны білгім келеді. Мен әрқайсыңыздан сұрайын, бүгінгі жұмыстың тақырыпқа байланысты, Асылым, бүгінгі жұмыста қандай көңіл күйің қалай болды? Айтып кетейін, өзіміздің көңіл күйімізді бір сөзбен немесе іс-әрекетпен сөзбен түсіндіруге болады. Түсінікті ме? Бір сөз немесе іс-әрекетпен. Асылым, сенің көңіл күйің қандай бүгінгі? Тамаша. Тамаша. Бейбарыс орнына тұра ғой. Өте жақсы. Өте жақсы. Өте керемет. Өте керемет жанды. Өте көңілді. Дәулет, өте көңілді. Ақтөбе. Бүгінгі менің көңіл күйім жақсы. Жақсы. Бағлан. Көңіл күйім өте тамаша. Өте тамаша барлығы. Нүрева. Өте тамаша. Тамаша. Мұхаммед. Ақлет. Көңілді. Көңілді. Аслан. Аида. Керемет. Керемет. Жақсы, біреулеріңіз керемет, біреулеріңіз ымышара арқылы, вербалды емес қарым-қатынас арқылы көрсеттіңіздер. Жақсы, рахмет. Олай болса, қорытындылайтын сәтте бәріміз ортаға жиналайық. Кішкене ортаға шығыңыздар. Менен кейін мына өлең шумақты қайталарсыздар. Ризамыз бүгін біз, ризамыз бәріміз. Айтқан кезде қолымыздан шеңбер ұстап, ең соңында ортаға жиналамыз. Кәне, шеңбер ұстайық. Екі реттен айтады. Ризамыз бүгін біз, ризамыз бәріміз. Ризамыз бүгін біз, ризамыз бәріміз. Жақсы. Оқушылар, бүгінгі жұмысқа сіздерге аз да болса қатысқандарыңызға көп рахмет айтамын.
яғни бұл жұмыс әлі де таусылмайды, тоқтатылмайды, әрі қарай да лагерь кезінде жұмыс жасалатын болады. Сондықтан да алдағы 3 ай демалысты сіздерге жақсы көңіл күйде өту үшін, өздеріңіздің көңіл күй көтеру үшін сіздерге сәттілік тілегім келеді. Сәттілік болсын, жолдарыңыз болсын. Қатысқандарыңызға көп рахмет. Сау болыңыздар. Сау болыңыз. Және сыныптан шығуларыңызға болады.